Сәлем достар, бүгін бір жұмыртқадан және 3 алмадан дайын болатын өте жеңіл, оңай алма пирогын дайындайтын боламыз. Ең бірінші, осылай алмамыздың барлығын кубиктап, турап дайындап алатын боламыз. Менде 3 данасы кетті. Осылай дайындағаннан соң қызып тұрған тапамызға қантымыз салып, осы қанты ерігенше араластырып, осылай еріп шығады. Осының үстінен енді сары майымызды саламыз. Сары майымызды осылай араласып, осылай еруі қажет. Достар, барлық құрамын мен төменге жазып кететін боламын. Осылай ерген соң, үстінен барлық алмамызды салып, осылай араластыру арқылы қозғап тұруымыз қажет. 5 минутқа осылай араластыратын боламыз. Осылай түске енгенше араласып, осылай дайын болады. Салмасы дайын, енді қамырын дайындайтын боламыз. Қамырын осылай бір жұмыртқа, қант, жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше үстінен ерітілген сары майымызды құятын боламыз. Онда жақсылап араластырып, енді ұнымызға бір кішкентай қасық қопсытқышымызды салатын боламыз. Оны да араластырып, осылай барлығын салып, шанышқының көмегімен араластырып, одан кейін қолмен қамырды жақсылап үгітетін боламыз. Осылай біздің тестамыз дайын. Енді осыны формамызға пергаментный бумага төсеп, қамырымыздың 4-тен 1 бөлігін ғана алып қалатын боламыз. Осылай қамырдың барлығын салып, қолмен кішкене жайып, тегістеп, бокалдың көмегімен үстінен басып шығатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, үгілмелі болып шығады. Барлығын осылай басып болғаннан соң, үстінен жаңағы дайын тұрған салмасының барлығын құйып шығатын боламыз. Осылай құйып барлығын алып қалған кішкене қамырымызды үстінен сеуіп шығатын боламыз. Осы пирогымызды 180 градусқа 35-40 минутқа қойып қоятын боламыз. Өте жылдам, өте дәмді, үгілмелі болып шығады. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Дайындап көріңіз, ас болсын.